Туды өртеген Ақтөбеде мемлекеттік мекеме қызметкерлері түсінік берді. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті облыстық мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаментінің қызметкерлері аула ішінде ту жақты. Бұл видео әлеуметтік желіге тарап, көпшілік ашуын туғызды. Ақтөбе мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаменті 12 қыркүйекте арнайы комиссия есептен шығарған туды жақты. Ұлттық стандарттарға сәйкес келмейтін Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын, мемлекеттік елтаңбасын ауыстыру және жою қағидаларының 2 тармағының 6 тармақшасына сәйкес ұзақ уақыт пайдалану салдарынан жарамсыз болған Қазақстан Республикасының мемлекеттік туларын және оларды қайта қолдану мүмкіндігін болдырмау мақсатында өртелді, деп хабарлады мемлекеттік мекеме басшысы Қабылан Қамбарбеков. Айта кету керек, осы жолмен мекеме 2 жылда 29 мекемеден жиналған 60-тан астам туды жақты.